Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін құйрық майдың пайдасы жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Құйрық май құйрық түбінде дөңгеленіп тұратын жиналған май. Мұндай май жекеленген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып отырады. Құйрық май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының әртүрлі ұлттық тағамдарын дайындағанда пайдаланады. Белгілі жазушы, тарих зерттеушісі Жәди Шәкенұлы құйрық майдың емдік қасиеттері мен оның қандай ауруларды емдейтінін айтты. Сондай-ақ Жәди Шәкенұлы дәрінің қалай жасалатынын, оның қандай ауруларды емдейтінін түсіндірді. Дәрінің қалай жасалатынына тоқталайын. Сынаптың жарты бидайға тең келетін тамшысын 2 үлкен қасық құйрық майды араластырып әбден ерітеді. Мұны қазақтар өлтіру дейді. Бұл дәрі арқылы теміреткі, ешкі қотыр, күйдіргі, көбірткі және тағы да басқа қотырлардың түрін емдеу үшін пайдаланған, дейді жазушы. Құйрық май таңып қойған. Сұхбат барысында Жәди Шәкенұлы бұл май туберкулез ауруын емдеу үшін де қолданылатынын айтты. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күш ала салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, жыныс, тыныс жолы ауруларын емдеу үшін де ішеді. Қазақ емшілігі дәстүрінде осындай тәжірибе бар деп түйіндеді сөзін жазушы. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған дейді Жәди Шәкенұлы. Тұмауға қарсы таптырмайтын ем. Сонымен қатар жазушы балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізетінін атап өтті. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.